Ассалаумағалейкум, Армыс Фаза каналының көрермендері. Бүгін тағы да кредит бойынша айтайын деп отырмын, сұрақ бойынша. Кредит алып төлемей қойсақ не болады? Бірінші жолы, ең бірінші сізге күніне кешіктірген үшін просрочка жүреді. Мысалы, сіз 1 миллион теңге алдыңыз, бір жылда 260 мың теңге қайтарасыз. Кешіктірген күніңізден бастап, сізде мысалы 1 миллион алсаңыз, айына 105 мың теңгеден төлейсіз. Сонда 105 мың теңгенің 0,5% жүреді. Күніне 525 теңгеден. Ол бірінші айда 105 мыңға 5%, 0,5% жүреді. Екінші айда 210 мың теңгеге 0,5% жүреді. Үшінші айда 315 мың теңгеге процент жүреді. Оның общий 3 айлық проценті қосылып 95 мың теңге процент болады. Енді сіз 95 мың теңгеге 95 мың теңге процентті бір жылдық процентіне қосамыз. 260 мың теңге. Сіз сонда банкке 355 мың теңге қосып қайтарасыз. Сонда сіз 1 миллион теңге алып, 1 миллион 355 мың теңге қарыз болып есептелінесіз. Және 3 айдан кейін банк сіздің делаңызды коллекторлық агентке өткізеді. Коллекторлық агенттік сіздің делаңызды қарап, және сізден ақша өндіруге әрекет жасайды. Енді өндіргенде сіздің шоттарыңыздың бәрін бұғаттайды, және шетелге шығу, бүкіл шоттарыңыздың бәрін арестке қояды. Мұнда арестке қойылмайтын шоттар тек қана мемлекеттен алатын көмек ақылар. Соларға ғана шоттарына арест қойылмайды, қалған бәріне шоттарыңызға арест қойылады. Және тағы айтып өтейін деген, қазір көбісі банкроттық жариялау жөнінде. Банкроттық жариялауда мысалы 3 түрлі болады. 3 түрлі жолмен жариялауға болады банкроттықты. Бірінші жолы 5 миллион 500 мыңға дейінгі суммадағылар жариялай алады. Онда да төлемегеніне 12 ай болған болу керек. Төлемегеніне 12 ай. Және айлық табысы 40 мың теңгеден аспау керек. Оны мысалы көп адамдар жағдайы бар, бірақ банкрот жариялай саламыз деп төлемей жатқандар да бар. Мен басында процент не үшін түсіндіріп өттім. Тур сол проценттердің бәрі қосылып келеді, годовой қосылады барлығы. Сонымен егер олар өздерінің банкроттығын дәлелдей алмай қалса, сотсыз бұл, дәлелдей алмай қалса, солардың бәрін қиналып өздері төлеуге міндетті болады. Ал екінші жолы 5 миллион 500 мыңнан жоғары болу керек сумма. Ол жерде біріншісінде де ешқандай мүлік болмау керек. Адамның атында ешқандай мүлік, ешқандай машина, ештеңе болмау керек. Мысалы, әйелі банкроттыққа жариялайтын болса, күйеуінің атында да ешқандай ештеңе болмау керек. Күйеуінің де табысы 40 мың теңгеден аспау керек. Екінші жағдайда 5 миллионнан жоғары, 5 миллион 500 мыңнан жоғары. 5 миллион 500 мыңнан жоғары ақшаңыз жоғары болса, демек сіз ол жерде уже кредит алу үшін залогқа үй қойған боласыз, немесе машина қойған боласыз, кез келген нәрсе қойған боласыз залогқа. Ол кезде машинаңыз болсын, үйіңіз болсын, банк сізден тартып алып қояды. Егер сіз кредит алған кезде ешқандай залогқа ештеңе қоймаған болсаңыз, банк сізден ештеңе тартып ала алмайды. Ал үшінші жағдай, ол жерде суммаға қарамайды, қайта қалпына келтіру дейді төлемді. Мысалы, сіздің 500 мың болсын, 300 мың болсын, 100 мың болсын, қарызыңыз болса, миллион болсын, сізге соттың өзі қарап, сот шешімімен сізге неғып береді, 5 жылға, 6 жылға бөліп береді. Хотя бы айына мысалы 5 мың теңгеден төлейтін болсын, 10 мың теңгеден төлейтін болсын, өзіңіз төлейсіз. Оны банкроттық деп жарияланбайды. Және банкрот болып жарияланғанда мыналарды мемлекет қадағалайды. Сіздің табысыңызды және расходыңызды, сіз қайда расход, қанша шығарып жатсыз, полный соның бәрін есептеп отырады. Сондықтан сіздерге айтатыным, енді көп адамдар, мен өзім білетін адам бар, білмейтін адам бар. Банкрот қылып жариялай саламыз, сонымен құтылып кетеміз деп ойлап жатыр. Ол бұрыс шешім, ол дұрыс емес. Мемлекет ақымақ емес, барлығын есептеп не қылып отыр. Және де шоттарым арестке кеткенде мен шетелге шыға алмау жөнінде былай болады. Мысалы, Google-ға кіресіз, сол жерде реестр должников деген бар. Реестр должниковқа жазасыз, иіңізді жазсаңыз, сіздің шоттарыңыз аресте, машинаның штрафы, және қай сот орындаушыда тұр сіздің, және шетелге шығуға запрет сол жерде жазылып тұр. Мысалы, сіз Каспий банктен кредитіңіз бар, не только Каспий, кез келген банктен кредитіңіз бар. Енді бір апта, 10 күн кешігіп қалған болуыңыз мүмкін, немесе бір ай,
кешігіп тұр, бірақ шетелге шыға аламын ба шыға алмаймын ба деген проблема болуы мүмкін. Онда сіз жаңағы реестр должников дегенге кіріп, сол жерге иіңізді терсеңіз, сол жерде көрсетеді. Егер сізге запрет болса запрет, запрет емес болса запрет емес деп. Жаңағы кредитіңіз төленбей тұрса да шетелге шығып кете бересіз. Және айта кететін жайт, мысалы сіздің банктен 1 миллион теңге қарызыңыз бар, кредит төленбей жүрсіз, ол коллекторларға өтті, коллектордан кейін экономикалық сотқа өтті, сотта сіздің қатысуыңызсыз ақ шешім шығарылады болады. Қатыссаңыз да қатыспасаңыз да, егер сізге почта бойынша сізге повязка келу керек, сотқа шақыру қағаз, барсаңыз да бармасаңыз да ол сот өтеді. Өткеннен кейін сіздің место пропискаңыз бойынша сіздің делаңызды сот орындаушыларға береді. Сот орындаушыларға берген кезде, мысалы 1 миллион теңге қарызыңыз, сот орындаушы сіздің арест қояды сіздің шоттарыңызды, және сіз қалайда осыны төлеуге мәжбүр боласыз. Мүмкін соны төлемей жүресіз, ертең бәрі мемлекетке пенсияға шығу керек болады, немесе сіздің атыңыздағы мүліктер бар емес па? Сол мүлікті біреуге аударып бере алмайсың, немесе сіздің атыңызға мүлік ешкім жазып бере алмайды. Мысалы, адам мәңгі емес, ертең мысалы қайтыс болып кетіп жатады, басқа болады. Ондай жағдайда сіздің балаларыңыз сіздің мүлкіңізді қайтарып өзінің атына оформить ете алмайды, сіздің қарызыңызды төлемей. Және жаңағы сот орындаушылардан 1 миллион теңге сізден өндіріп алатын кезде 1 миллион теңгені банкке барып төлейсіз, 1 миллион теңгені, және сот орындаушылардың 25% ақысын сіз төлейсіз. Сот орындаушылар мемлекеттен ешқандай ақы алмайды, зарплата алмайды, сіз соған зарплата төлейсіз. Кез келген сумманың 25%. Мысалы, миллион болса, миллионның 25% 250 мың теңге. Сіз сот орындаушыға 250 мың теңге қарыз боласыз. Банктың ақшасын банктің өзіне төлейсіз, квитанциясын сот орындаушыға алып барып бересіз, және 250 мың теңгені сот орындаушының өзінің қолына бересіз. Сол кезде сіздің шоттарыңыздың бәрін, аресттердің бәрін шешіп береді.